Сәлеметсіздер ме 8 сынып оқушылары? 1-ші тоқсан бойынша алынатын ТЖБ тапсырмасының 2-ші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналында бірнеше нұсқалары және осы алгебра пәнінен бөлек физика және геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар бұл ТЖБ-да 8 тапсырма беріледі, жалпы балл саны 20-ға тең. 1-ші тапсырмасы осындай сандары берілген иррационал сандарды анықтаңыз. Иррационал сандар дегеніміз бөлшек түрінде жазылмайтын, ондық жазылуы шексіз және периодсыз сандар. Мұнда бізде минус түбірасты 7 иррационал сан болады, ал мінекей мына келесі сан, мұнда мінекей 7 бізде периодты, демек А нұсқасы сәйкес келмейді екен. Ал мұнда мінекей минус 7 иррационал сан дедік, ал пи де иррационал сан, демек мұнда бізде В болады екен. Келесі тапсырмасы түбірасты 8 саны нақты сандар интервалдарының қайсысына тиісті. Түбірасты 8 бізде түбірдің астынан шығады 2,828 болып. Сонда 2,8 бен 2,9 сандар аралығында жатыр екен, демек мұнда мінекей Е болады. Мынау бізде 2,8 болу керек. Келесі тапсырмасы есептеңіз. Оқушылар барлығын бір түбірге аламыз, 4-ке көбейтеміз, 13-ті көбейтеміз 52-ні, сонда 52 көбейтілген 52 болады. Түбірдің астынан 52 болып шығады, тең 52-ге. Келесі тапсырмасы салыстырыңыз. 7-ні түбірдің астынан шығарамыз. 7 түбірдің астынан жоқ шамамен 2,646 болып шығады. Сонда минус 2 түбір асты 7. Мұнда біз минус 2-ні көбейтеміз. Мына санға сонда жоқ шамамен тең болады екен, минус 5,129-ға. Енді 2-ні түбірдің астынан шығарамыз. 2 түбірдің астынан жоқ шамамен 1,414 болып шығады. Сонда минус 7 түбір асты 2 тең болады. Минус 7-ні көбейтеміз мына санға. Тең болады жоқ шамамен минус 9,19-ға. Теріс сандарды салыстырған кезде қайсысы кіші, сол үлкен болады. Келесі 5-ші тапсырмада тепе-теңдікті дәлелдейміз. Мұндағы мына өрнекті есептей келе, мына өрнек шығатынын дәлелдейміз. Енді берілген жазайық. Түбір асты 5. Түбір асты 5 азайтылған түбір асты 4. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтыламыз, ол үшін мына өрнектің бөгде түбіріне көбейтеміз. Бөгде түбірі түбір асты 5 қосылған түбір асты 4. Осы бөгде түбірді бөліміне де алымына да көбейтеміз. Оқушылар мына бізде А минус Б, А плюс Б, ол ықшамдалады А квадрат минус Б квадрат болып, А дегеніміз түбір асты 5, Б дегеніміз түбір асты 4, сонда квадраттаған кезде 5 азайтылған 4 болады. Мұнда біз түбір асты 5 пен түбір асты 5-ті көбейтеміз, 5 болады. Түбір асты 5 пен 4-ті көбейтсек, түбір асты 20 болады. Мұнда азайтамыз 1 болады, мына өрнекті 1-ге бөлетін болсақ, осы өрнектің өзі шығады. Мінекей бізде түбір асты 5 қосылған, жоқ 5 қосылған түбір асты 20 қоя. Ол тең мінекей мына өрнекке. Дәлелденді. Келесі тапсырмасы қата тұрған С және Д ғимараттарының ұзындықтары берілген. С ғимаратының ұзындығы 5,16, Д ғимаратының ұзындығы түбір асты 30 метр. Ғимараттардың қайсысы ұзын? С ғимараты бізде 5,16 метр. Негізі тең деп алуымыз керек мына жерде. Ал Д ғимараты түбір асты 30.
30-ды төбірдің астына шығарамыз, сонда жоқ шамамен 5,5 болады. Сонда бізде С ғимараты ұзын екен. Енді келесі тапсырмасы өрнекті ықшамдаңыз. 2-нің өзін жазамыз, 20-ны 4 көбейтілген 5 деп аламыз. Азайтылған 3-нің өзін жазамыз, 45-ті 9 көбейтілген 5 деп аламыз. Енді қосу 3-нің өзін жазамыз да 80-ді 16 көбейтілген 5 деп аламыз. Мұнда бізде 4 2 болып шығады, 2 көбейтіліп 4 болады. Мұнда бізде 9 3 болып шығады, 3 көбейтіліп 9 болады. 16 4 болып шығады, 3 көбейтіліп 12 болады. 12 төбір асты 5. Енді 4-ке қосамыз, 12-ні 16, одан 9 азайтамыз, 7 төбір асты 5 болады. Оқушылар, соңғы тапсырмасы y тең төбір асты x функциясы берілген. А тапсырмасында функцияның графигін сызамыз, ал Б тапсырмасында функцияның анықталу облысын табамыз. Б тапсырмасында функцияның қай шиекте жататынын анықтаймыз, ал Г тапсырмасында x тең 4 болғандағы функцияның мәнін табамыз, ал соңғы тапсырмасы Д-да y тең 3 болғандағы x-тің мәнін табамыз. Мұнда біз ең алдымен функцияның графигін салу үшін кесте құрамыз. Кестеге мұнда x-тің орнына төбірдің астына шығатын сандарды қоямыз. 0, 1, 4 және 9 деп алайық. 0-ді қойсақ 0 болады, 1-ді қойсақ төбірдің астына 1 болып шығады, 4-ді қойсақ 2 болып шығады, 9-ды қойсақ 3 болып шығады. Енді осы нүктелер мұнда белгілейік. 0-де 0, 1-де 1, 4-де 2, 9-да, мұнда бізде 9 бар, 9-да 3. Мінекей. Енді осы нүктелер қосайық. Функцияның графигін сыздық. Енді Б тапсырмасында функцияның анықталу облысын табамыз. Мұнда бізде x. X-тің орнына біз төбірдің астынан шығу үшін оң сандарды қоямыз, оң сандарды қоямыз. Сонда x бізде 0-ге тең немесе 0-ден үлкен болу керек. Нөлден бөлік шексіздікке дейін болу керек. Енді y бізде мінеки өздерін көріп тұрғандай оң сан болып шықты. Демек ол да 0-ге тең немесе 0-ден үлкен. Демек 0-ден бөлік шексіздікке дейін болады. Енді келесі Б тапсырмасында қай шиекте жататынын анықтаймыз. Мінеки бірінші шиекте, Келесі Г тапсырмасы x тең 4 болған кездегі y табамыз. Y тең төбір асты x-ге. X-ің орнына 4 қоямыз. Сонда тең болады екен 2-ге. Y тең 3 болған кездегі x табамыз. Y тең төбір асты x-ге. Y-тің орнына 3 қоямыз. Енді мұндағы төбірден құтылу үшін екі жақты да квадраттаймыз. Квадратпен төбір қысқарады, сонда x тең болады 3-дің квадраты 9-ға.